Ассалаумағалейкум құрметті достар, арнамыздың көрермендері. Біз бүгін Алматы қаласы Барыс базарына келіп отырмыз. Әдеттегідей бүгін жексенбілік базар, соңғы жаңалықтармен таныстыратын боламыз. Айтпақшы, бүгін күн жексенбі, 30 сәуір, соңғы айдың соңғы күні. Бүгін жергілікті уақытпен 9:30 болды сағат. Қазір сіздердің назарларыңызға осы жердегі бар автокөліктерді түсіреміз және таныстырып өтеміз, автошоу жасаймыз. Ал көп созбаймыз. Біздің қазақ тіліндегі контентімізге қолдау көрсетіп қойыңыздар. Еңбегімізді бағалап, лайк басып, видеоның астына міндетті түрде комментарий жазып қойыңыздар достар. Ал кеттік, бастаймыз. Алғашқы автокөлігіміз Mercedes-Benz 213 шанақты осындай сұр жылтыр түрдегі автокөліктің бірі. Бағасын білейік. 99 жыл екен, 2.8 автомат, 6.3 ұстап тұрған бағасы. Осындай әдемі түстегі автокөліктердің бірі. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Toyota Avensis келесі көлігіміз 2013 жылға Avensis. Ешқандай мәлімет жазылмаған. 8 литрде қойыпты. 5.5 ұстап тұрған бағасы. Телефон номер экранында қалған мәліметті хабарласып иесінен сұрап алсаңыздар болады. Осындай Toyota Avensis. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Camry 35 келесі түсетін көлігіміз. 2005 жылға 35 автомат қорабымен. 6.8 ұстап тұрған бағасы. Телефон номер 877 250 53 55 екен. Осы номеріне хабарласып қойсаңыздар болады. Салон толық комплектацияда бұл автокөлік. Толық комплектацияда екен. Бұлғары салонымен өздеріңіз көріп тұрғандай. Автокөліктің жағдай осындай. 3 қой бауырым. 3 па, 2-4 па? 2-4 екен. Осындай артқы камерасымен. Достар, көріңіздер, көлігін алатса хабарласып қойыңыздар. Көліктің жағдайы өте жақсы. Тағы да бір Mercedes 213 шанақта салыстыру түрдегі 98 жылғы 2.8 автомат екен. Жаңа бір екеуін түсіріп кеттік, олар қымбаттау болды. 4 миллион 850 екен мұның бағасы. Бұл да бұлғар салонда. Автокөліктің жағдайы жақсы, жылтырап тұр. E280 213 санақта. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнап қызық болып жатса. Алдымызда Toyota Camry сарыковка дейміз, қырықовка дейміз. 2007 жылғы 2.4 автоматымен осындай ақ түсте. Телефон номер назарларыңызда. 5.7 ұстап тұрсыз ба? 5.7 Америка ма? Американдық нұсқа ма? Араб екен. Достар, автокөліктің жағдайы жақсы. Араб үшін өте жақсы. Мұна көліктің жағдайы. Көріңіздер, көлік ұнаватса хабарласыңыздар. Велюр салонымен осындай жағдайдағы автокөлік. Алдымызда Volkswagen Polo 16 жылғы 1.6 автоматымен 6,5 миллион сұрап тұр екен. Велюр салонда. Бұл автокөлік жағдайы осындай. Темір дискімен тұр. Жаздық дөңгелек киіз қойған 08 регионымен. Осындай жағдайдағы автокөлік. Көріңіздер достар, ұнаватса хабарласып қойыңыздар. Сонымен алдымызда Camry 99 жылы, Camry 25-тік, осындай сұр түсте. 2.2 автоматымен 4.3 деп тұр. Срочно жазып қойыпты. Телефон номер назарларыңызда өздеріңіз көріп тұрғандай. 99 жылға Camry 25-тік, қасында тағы да бір Camry XLE толық нұсқада екен. Бұл автокөлік 2001 жылға 3 қозғалысымен автомат. 5 миллион деп тұр. Телефон номер назарларыңызда. Автокөлік толық нұсқада, толық комплектация дейміз ба. Осындай жағдайдағы 2.25-тік. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көліктер ұнап жатса. Қасында тағы да 2005 жылға Camry 35-тік 6 миллион 500 деп тұр. Автомат қорабымен 2.4 қозғалысымен 238 миль жүріп тастаған дейді. Қыстық резинамен, титан құймалы дискісімен тұр. Ал автокөлік Велюр салонда. SE комплектациясымен, яғни жартылай толық емес деген сияқты. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнап жатса. Келесі көлігіміз Minivan автомобилі. Алдымызда 7 орындық Minivan 2008 жылғы Россия деп жазып қойыпты. Орыс тіркелімде өздеріңіз көріп тұрғандай автомат қорабымен
2-4 қозғалышымен 5 саудасы бар деп тұр. Торг бар дейді. Телефон номер экранда тұр. Естима осылай сұрап тұр. Қасында тағы да бір естима тұр. Қырғыз тіркелімде. Toyota Естима 2009 жылғы 2-4 автоматымен 5-5 телефон номер назарларыңызда. Алдыңғы жетекте дейді. Екеуі де таза 7 орындық велюр салонымен бұл автокөліктер. Жағдайлары осындай. Көріңіздер, көліктер ұнап жатса хабарласып қойыңыздар. Nissan Almera түсірген кісілерге 2015 жылға 1.6 автоматымен 4.250.000 телефон номер назарларыңызда. 94 мың жүрген оригинал өзінің жүрісі осындай деп жазып қойыпты. Автокөліктің жағдайы жақсы. Көбіңіздер хабарласыңыздар, көлік ұнап жатса. Kia Cerato алдымызда келесі көлігіміз. Осындай Kia Cerato 2014 жылға 1.6 автоматымен 5.900.000 телефон номер назарларыңызда. Экранда 170 мың жүріп тастаған дейді. Велюр салонымен осындай автокөлік жаздық дөңгелегімен тұр. 05 регионмен көріңіздер. Көлік ұнап жатса хабарласып қойыңыздар. Сонымен 2014 жылғы Corolla түсірген кісілерге 1.6 автоматымен 7.300.000 телефон номер назарларыңызда. 2014 жылға Toyota Corolla автокөлігі осындай велюр салонымен қималы дискісімен 08 региондағы автокөліктің бірі. Есік ашық екен. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнап жатса. Camry 30-дық 2004 жылғы 2.4 автоматымен 5.6 сұрап тұрған бағасы осындай телефон номерімен экранда велюр салонымен өздеріңіз көріп тұрғандай қыстық резинасымен тұр, қималы дискісімен. Көріңіздер, көлік ұнап жатса хабарласып қойыңыздар. Алдымызда әдемі көк түстегі 98 жылғы Toyota Camry 20-лық 3 қозғалысымен автомат екен. 4.7 сұрап тұрған бағасы. Номер телефон алдарыңызда. Достар, қалай ойлайсыздар? Көліктің жағдайлары қазір қандай болып жатыр? Бағалары қымбат па, арзан ба? Осы видеоның астына лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Арнамызға тіркелмегендер кісілер тіркеліп қойыңыздар. Көліктің жағдайы осындай. Құймалы дискісімен әдемі, әйгілі автокөлік жабық екен, ашық екен. Салон өздеріңіз байқап көрсеңіздер, толық электропакетімен, автомат қоратымен. Салоны бұлғары, есіктері нық ашылып жабылып тұр. Көліктің жағдайы осындай, көріңіздер, хабарласыңыздар. Сонымен достар, алдымызда Chevrolet Cobalt. Cobalt-тардың да бағаларын біліп отырайық. 20 жылғы Cobalt 1.5 автоматымен толық нұсқасында, толық комплектация деп айтамыз. 5.3 сұрап тұрған бағасы, телефон номер өздеріңіз көріп тұрғанда экранда 122.800 жүріп тастаған дейді. Бұл автокөлік жағдайы осындай. Автокөлік енді жаңа автокөліктердің бірі болып есептеледі. Қазақстанда қазір әйгілі болып қалған. Көріңіздер, осындай көліктер ұнап жатса, хабарласып, пікір қалдырып отырыңыздар. Тағы да бір Camry 25-тік алдымызда 2000 жылғы өздеріңіз көріп тұрғанда 2.2 қозғалысымен автоматымен осындай жылтыраған, осындай фарларды салып қойған. Алдыңғы шырақтары велюр салонымен 4.3 сұрап тұрған бағасы. Телефон номер өздеріңіз көріп тұрғандай. Көліктің жағдайы жаман емес. Қалпақ диск, темір дискпен тұр деген сөз. Автокөлік жабық. Велюр салонымен. Көліктің жағдайы осындай, көріңіздер. Көлік ұнап жатса хабарласып қойыңыздар достар. Сонымен келесі көлігіміз Lexus ES300 сұрап жүрген кісілерге осындай әдемі жылтыр қара түстегі 2002 жылғы 3 қозғалысымен автоматымен 5.8 сұрап тұрған бағасы. Телефон номер назарларыңызда тұр. Көріңіздер, осы телефон номеріне хабарласып, есінен қалған мәліметтің бәрін сұрап алсаңыздар болады. Велюр салонда екен бұл автокөлік, автомат. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Алдымызда 2014 жылғы Camry, әйгілі Camry'лердің бірі. 240 мың шақырым жүріп тастаған дейді, автомат. Қорапта 10.200.000 сұрап тұрған бағасы. Телефон номер назарларыңызда. Toyota Camry 2014 жылға. Осындай автокөліктің жағдайы. Осындай жағдайдағы көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнап жатса. Кроссовер Hyundai Tucson деп аталады. Кореялық автокөлік. Алдымызда 2019 жылғы екен. 04-23-те
келген дейді Қазақстанға. 2 қозғалысымен автомат. 14 миллион 300 телефон номер. Назарларыңызда. Аузаға қойып көріп алсаңыздар болады. Және иесінен сұрап бүкіл мәліметті біліп алсаңыздар болады. Автокөліктің жағдайы жақсы, жылтыратып қойған. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Осындай әйгілі кроссоверлердің бірі. Келесі көлігіміз Kia Optima алдарыңызда 14 жылға 04-23-те келген дейді. Қазақстанға 2-4 автоматымен 8-8 телефон номер назарларыңызда. Optima, Kia Optima. Сонымен автокөліктің жағдайы осындай. Бұлғары салонда екен автокөлік. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Осындай көліктер ұнап жатса. Hyundai Accent түрдегі кісілерге осындай экономдық түрдегі автокөлік. Өзі шағын келген. 2014 жылғы 1.6 автоматымен. Телефон номер назарларыңызда 5 миллион 600 таптыр екен бұл Accentке. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Көліктің жағдайы осындай. Алдымызда 2012 жылғы Camry'лердің бірі. Жүрілген 300.000 шақырым жүріп тастаған дейді бұл автокөлік. 2 автоматымен 9 миллион 500 телефон номер назарларыңызда. Паузаға қойып көріп алсаңыздар болады. Автокөлік жағдай жаман емес. Иесімен хабарласып көріп алсаңыздар болады. Назарларыңызда Camry 2098 жылғы 2-2 автоматымен 3 миллион 200 деп саудасы бар деп жазып қойған екен телефон номер. Назарларыңызда көріп біліп алсаңыздар болады. Белур салонды бұл автокөлік. Әйгілі Camry'лардың бірі. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Көліктің жағдайы осындай. Сонымен құрметті достар, соңғы жаңалықтармен бөлістік. Бүгін Барс базары 30 ақпан 2023 күн жексенбі автокөлік Барс базарына келіп, бірінші бөлімді өстіп түсіріп тамамдадық. Бұнымен аяқталмайды достар, жалғасы бар. Ертең екінші видео шығады. Осы видеоның астына лайк басып, видео пайдалы болып жатқан болса, өз пікірлеріңізді қалдырып, арнамызға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар.